ата, сіздер бізге абырой, намыс дегендерді көп айтасыздар. Қазіргі заманда, яғни намыс ескірді деп есептейміз. Бұл қазіргі заманда керек емес деп ойлаймыз. Иә да, қазіргі заманда адамдар лайкпен, интернет желісіндегі өмірмен бағалайды. Намыс деп өзіміздің жанымызды қинағаннан не пайда? Біз еркін болғымыз келеді, ауыл не дейді деп өмір сүруден шаршадық. Намыс бізге кедергі сияқты. Бірақ бір жағынан біреу маған сенгенде жауапкершілік аламын. Сол кезде абырой деген сөз еске түседі. Бірақ оның қазіргі заманға сай ма білмеймін. Иә, балаларым. Осындай ойларды еркін жеткізгеніме қуаныштымын. Намыс ол деген біреуді кемсіту, өзіңді күшті ұстау емес, ол өзіне сенімділік, ол өзім сенемін деген оймен айту керексің. Сол намыс болып келеді. Ал абырой деген ол біреуді ұялту емес, біреуге ұнату емес. Абырой ол басқа адамдарға сенімділігі жақсы болу. Адамдар айтады, мына бала өзіне сеніп тұр, бұл бала сенімді. Осы бізде абырой болып саналады. Қазіргі заманда егер олар ескерген жоқ осындай абырой, намыс деген. Егер адамдарда адамгершілік, жауапкершілік болса, бұл осы екі адам мінезі ешқашан жоғалмайды. Өзінің маңыздылығын жоғалтпайды. Сендер әлі бошта өсесіңдер отбасы арасында. Сол кезде осы заманда сендер андай танымал болу, инстаграмда лайк, адамдар жинау ол маңызды емес. Осы абырой мен намыс ең маңызды мінездердің бірі. Сонда намыс ол өзіңді шектеу емес, ол өзіңе жауап беру ғой. Бәрі солай болған. Ал абырой адамдардың сенімін ақтау. Иә, сенім ол ең маңызды. Кәнекей осы оймен мен өз сөзімді аяқтағым келеді. Ар намыс ой ол адамдардағы ең маңызды сезім, адамда ең маңызды керек ой, сенім, құлық деп осыны айта аламын. Ата, сонда сіздің айтқаныңыздан түсінгенімше, енді келесіде намыс, ар-ұят дегенді сақтап өзіміздің өмір сүргенімізді қолданамын деп ойлаймын. Рахмет сізге. Дұрыс болған, дұрыс айтасың.